Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге пепперони пиццасының рецептісін ұсынбақпын. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Пицца бір жасағаннан осындай жұмсақ, жұқа әрі дәмді болып шығады. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Пиццаның қамырына 100 грамм сары майды жылы сумен араластырып, сары майымызды ерітіп аламыз. Одан соң 2 ас қасық пісте майымызды қосамыз, 2 шай қасық шекерімізді және де 1 шай қасық тұзымызды қосып араластырамыз, және де 1 дана жұмыртқа қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан соң ұнымызға жарты шай қасық соданы қосып араластырып ситадан өткізіп, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Қамырымыз қолымызға жабыспау керек. Қамырымызды илеп болғаннан соң 20 минутқа қойып қоямыз. Ал енді соусыма келетін болсақ, 2 ас қасық қаймақ және де 2 ас қасық майонезді қосып, және де 1 ас қасық томатты қосып, барлығын араластырып дайындап қоямыз. 20 минут өткеннен кейін осылай қамырымызды алып, 3 бөлікке бөліп, домалақтап, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Он минут өткеннен соң бір қамырымызды алып, осылай жұқа және дөңгелек етіп жайып аласыздар. Қамырымызды жайып болғаннан соң табамызды майлап, соған қамырымызды ретімен әдемілеп саласыздар да вилкамен тескілеп шығасыздар. Өйткені соусымыз қамырдың арасына да сіңуі қажет. Соусымызды осылай барлық жеріне жақсылап жағып, алдын ала теркадан өткізілген сырымызды барлық жеріне қойып шығасыздар. Сырымыздың үстіне домалақ етіп туралған колбасаларымызды барлығын жайғастырып шығамыз да алдын ала қыздырылған пешке 150 градусқа дәл 15 минутқа қойып қоясыздар. Міне осымен пиццамыз дайын. Ал енді өздеріңізге ас болсын дегім келеді, және де тағы да айтарым, менің каналыма подписка жасап, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ал ас болсын.